Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін мен Ерко KZ. Мен өткен бөлімде осы үйді соқтым. Мына жерді дайындап қойған болатын. Мен ол видео айтқандағыдай, ол видеода мен айттым, мына жерге егін егем или не істеймін деп, мал жаям деп айтқам. Менде қазір су бар, соны мен уже біліп тұрсыздар ғой да не істейтінімді. Конечно, мен қазір мына жерге егін егем. Қай жерден былайынан қазып су қояйын. Осылай кетеді. Суын барам. Сумен түсірейін бар қарады. Оқ түсіп кетмей. Ана жерін желеп көтеріп қой, шет жерін істеп тастайын ба десем. Болмады досым, болмады. Или істемей қойынша. Бірақ асты көрініп тұрады да, жаман жері. Давай істейміз. Желеп. Қиын екен кәдімгідей достар. Қазір мен айтпақшы мынаны істеп алайын, содан кейін көрсетемін, а то видео қазір ұзақ болып кетеді. Достар, мен әзер дегенде істеп алдым. Жауып қойайық. Давай істей береміз мынаның бәрін. Ойын аз болайық. Арбуз егем мен, арбуз. Үлкейтіп аламын, кейінірек егінімді үлкейтерім. Әзіршедегі егіп қоясым жетпеймін. Соңғысы жетпей қалама. Болмайды, менде қазір не бар егіп тастайтын. Семен аттып қой тұр екен. Қыттайға тек біреуіне егей салайын. Өсе өрсін жайлы. Менде жер бар екен. Жермен қазір мен не істеймін айтайын ба? Отырамын, үлкейтем. Үйдің айналасын үлкейтіп шығам. Лай. Только тебя. Чё? Түсіп кетпейін өйстіп баған жермен. Үйім бір айналдырып қоршап шығуға жетпейді ау деп ойлап тұрмын жалпы. 3, 2, 1, 0. Құрсыншы қалған. Кейінірек қоршарым. Достар, енді осы жерден видеомды аяқтаймын. Сау болыңыздар, аман жүріңіздер, лайк баспасаңыздар, коммент жазып тіркеліп мені бір қуантып кетсеңіз деп тема болатын еді. Сонда мен тез келесі бөлімдерін шығаратын боламын. Сау болыңыздар.